Елордада ел парламентінің бірлескен отырысы басталды. Сенат пен мәжіліс депутаттарының ортақ жиынында қандай мәселе қаралады? Бұл сауалға тілшіміз Гаухар Омарбек жауап беруге дайын. Ол бізбен тікелей байланыста. Гаухар, қайырлы күн. Жиынның күн тәртібімен таныстың ба? Қайырлы таң, Бауыржан. Әдетте Сенат пен мәжіліс депутаттарының бірлескен отырысына аса ауқымды мәселелер шығарылады. Бұл жолы да парламенттің баспасөз қызметі берген ақпаратқа сәйкес қос палатаның депутаттары еліміздің басты қаржылық құжаты, яғни бюджетке қатысты мәселелерді қарайды. Атап айтқанда 2015 жылғы бюджеттің орындалуын сөз етеді. Мемлекет қаржысының қайда және қанша жұмсалғанын депутаттар алдында атқарушы билік өкілдері, үкімет мүшелері мен есеп комитетінің мамандары есеп беретін болады. Бұл жұмыстар басталып та кетті, себебі дәл осы сәттері отырыс өтіп жатыр. Атап өтерлігі 2015 жылы ел қазынасының 7,8 миллиард теңгесі мүлдем игерілмеген, ал 459 миллиард теңгесі тиімсіз жұмсалған. Демек, бүгінгі отырыста сол олқылықтарға не себеп болды деген сауалға нақты жауап алатын боламыз. Бұл мәселе егжей-тегжейін бізде хабарымыздың түскі жаңалықтарында тарқатып айтуға тырысамыз. Бауыржан. Рахмет, ақпарат күтеміз. Бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Гаухар Омарбек.